Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті оқырмандарым. Райгүл апайдың асханасына қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін духовкада әмбебап ілдірде салып пісіретін өте дәмді, адам ағзасына еш зияны жоқ тамақтың рецептімен бөліспекпін. Духовкада сиыр етінен демлама. Бізге керекті тағамдар: овощтардың бәрін ірілеп турау керек мұнда. Енді сиыр еті жарты килограмм, 500 грамм қой. Сиыр етін ірі-ірі шашлыққа турағандай қылып тураймыз. Картоп 600-700 грамм. Сәбіз орташа 3 штук. Пияз орташа 2 штук. Капуста орташа капустаның жартысын аламыз. Болгар бұрышы 2 қызыл көк болгар бұрышынан 2 штук. Помидор 2 штук. Чесноктан 4-5 штук. Әркім өз семьясына қалай ашты жейді, солай лайықтап саласыздар. Укроп, петрушка, қызыл бұрыш, хмели сунели, адыгейский тұз, соя соусы керек, шашлычный соус керек. Осы соустарды, тұзын, хмели сунели, қызыл бұрышын бәрін салып, етке араластырып, қолмен әбден жаңа 2 пияздың біреуін турап, осы етке араластырып, қолменен кішкене мұжғылап, бетін жауып бір 10-15 минутқа қойып қоямыз, маринатталсын. Ол пока ет маринат болғанша біз овощтарымызды тураймыз. Шашлычный соус құйып жатырмын қазір. Соевый соустан бір ас қасық құямыз. Сол жетеді. Или 2 шай қасық құямыз. Маринад өте жұмсақ, еті өте дәмді болады. 10-15 минуттың ішінде еттің өзі өте жақсы маринадталынып тұрады. Піскен кезде өте жұмсақ болып, керемет әдемі болып піседі. Енді қолменен енді пиязын бәрін салып араластырып 10-15 минутқа жауып қоямыз. Бір ас қасық сұйық май құямыз. Маринадқа ас қасықпен бір қасық сұйық май қоссақ болады. 2 қасық қосса да болады. Мен бір қасық қостым. Өте майлыны біз балалар жемейді. Енді қолмен жақсылап мұжып, маринадтарымыз, приправаларымыз етке сіңсін деп. Осылай араластырып, әбден араластырып, 15-20 минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. Енді овощтардың бәрін мен тазалап, турап қойдым. Енді әмбебап ас ілдір деп атайды екен. Орысша рукава дейді ғой бізде енді. Сол ілдірімді өзім тамақтың объемына қарай үлкенірек қылып кесіп алдым. Себебі 2 шетін байлауға да мүмкіндік болу керек, сондықтан артығымен кестім. Енді бірінші картопты саламыз ең астына. Картоп ең астында піскені дұрыс, себебі еттің маринаты, бәрі приправалары картопқа да сіңеді, картоптың дәмі де ерекше болып шығады. Сөйтіп осылай рет-ретмен саламыз енді.
Енді осы картопымыздың бетіне аздап адыгейский тұздан себеміз. Себебі мен етке де аса көп тұз салған жоқпын. Себебі біз ашты жемейміз семьяда. Аздап қана сол бір чай қасықтай ғана болатын шығар адыгейский тұз картоптың бетіне септім. Басқа приправалардан қоспадым. Себебі еттің маринатынан, приправаларынан картопқа да сіңетін болады. Сол жеткілікті. Еттің өзін міне тура шашлыққа турағандай қылып, үлкен қылып, жалпақ қылып турадым. Маринад тез сіңсін деп. Ет өзі жас малдың еті өте жұмсақ, жақсы маринадталды деп ойлаймын. Піскен кезде көреміз дәмін. Егер менің осы рецептін ұнап жатса, қыздар, келіндер, келіншектер осы Райгүл апайының каналына кіріп, лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Тағы да ерекше тағам дайындап, рецепттермен бөлісіп отырамын. Әрі жеңіл, әрі адамның ағзасына пайдалы тамақтар істеуге тырысамыз. Қазір көбіміз солай ғой тамақты істегенде. Асқазанға пайдасы болсын деп, денсаулыққа пайдалы тамақ істеуге тырысасың. Енді міне бетіне, еттің бетіне дөңгелектеп туралған пиязымызды салдым. Енді оның бетіне сәбізімді салдым міне. Реттеп бітіп бетіне қоямыз жақсылап. Енді тәтті болгар бұрышын саламыз. Капустаны саламыз. Бірінші капустамызды осылай жалпақ етіп турадым. Енді аздап қана тағы да адыгейский тұздан себем. Себебі сәбізге тұз кішкене сіңу керек. Енді капустамызды осылай реттеп тағы да бетіне түгел салып шығамыз. Капуста ерекше өзі дәм береді. Тағамыз сочный болып, жақсы болып піседі. Құрғақ болмайды. Капустаның бір ерекшелігі өте көп су бөлінеді капустада. Сонда тамағымыз сочный болып, жақсы болып шығады. Енді осының бетіне тәтті қызыл бұрышымыз бен көк бұрышымызды саламыз. Тоже жайлап, өстіп бетіне түгел. Бұл тәтті бұрыштың иісі аңқып керемет дәм береді тамаққа, иісі де керемет, аппетитный, жақсы. Енді міне туралған помидорымды саламын. Помидорды екіге бөліп турадым, кестім, соны әдемілеп осы бетіне жайғастырамыз. Помидордың да сөйлі шығып, духовка деп температурада сөйлі бөлінеді, соғы өте жақсы дәм береді тамаққа, капустаға сіңеді. Мен свежий чеснок қоспадым, себебі адыгейский тұздың өзінде сушеный кептірілген чеснок бар. Енді ең үстіне тағы да қалған дөңгелектеп тураған пиязымыздың қалған бөлігін саламыз.
бәрін салып бітірдік. Енді тек бетіне кішкене укроп петрушкадан саламын. Оны да мен майдалап турамадым. Ірілеу қылып осылай веткасыменен салдым. Себебі біздің балалар туралған аса мынандай овощтарды өстіп шығарып отырады жегенде. Сондықтан мен осылай ірі-ірі қылып осылай салдым. Майдалап турап салсаңыздар да болады. Әркім өз еркі. Енді елдеріміздің екі жағын буып, осылай байлаймыз. Екінші жағын мен енді кесемін. Себебі осы тамағымның қаншалықты сыйып кең молынан тұру керек. Елдердің ішінде сондықтан артығымен кесіп аласың. Өстіп жақсылап буып, байлап. Буға піскен тамақтың дәмі ерекше ғой. Сондықтан бұл тағамдардың бәрі буына өз сөліне піседі. Ол ерекше дәм береді, әрине. Майға қуырылғаннан гөрі осындай қылып пісірген адамның ағзасына өте пайдасы зор деп білем. Міне бәрін жасап біттік. Енді духовкамызге духовка қосылып тұр. Ақырындатып қойған мен. Енді қазір саларда 180 градусқа қоямда. Өзі 1 сағат піседі бұл дімлеме духовкада. Мен енді алғаш бір 10 минуттай 180 градуста тұрады да, содан кейін 200-ге ауыстырып қоям. Сонымен дімлемеміз 1 сағатта пісіп шығу керек. Елдеріміз духовкада жарылып кетпес үшін зубочисткамен осылай кішкене тесіп қоямыз. Воздух шығып тұру керек. Әйтпесе жарылып кетуі мүмкін. Болды, енді осылай, енді осы қалпымен духовкаға саламыз. Пеш қызып тұр. 1 сағатта пісіп шығу керек тамағымыз. Міне 1 сағат уақыт өте шықты.
Ілдірімізді кесіп көреміз. Иісі керемет енді. Міне қыздар, тамағымыз дайын болды. Иісі деген бұрқырап тұр. Овощ пен маринадтың иісі қосылғанда енді керемет дәмі де тіл үйретіндей керемет сияқты түрі. Қазір енді дәмін көреміз енді. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасап жүрген қыздар, келіндер болса, өздер рецептеріңізбен бөліссеңіздер болады. Қандай ерекшеліктері бар, қандай приправа қостыңыздар. Менің қосқан приправаларым осы. Маған өзіме ұнайды. Осылай бұрында жасағанмын, осылай духовкада дәмі керемет ерекше болады. Өзіміздің жанұяға осы жасаған рецепт ұнайды бізге. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Жасап көріңіздер. Өте дәмді. Өте молынан болды. 4-5 адамды тамақтандыруға жететін порциялар шықты. Енді піскен кезде кішкене овощтардың бәрі басылады. Алғаш салғанда толып тұрды ана ілдіріміздің өзі. Қазір енді кішкене азайып басылыпты. Бірақ енді сорпасы овощтардың астына түсіп әбден керемет. Еш жері күймей жақсы, өте керемет болып пісіпті. Түрі де керемет, аппетитный. Қыздар, осыны жасап көріңіздер. Ұнап жатса енді апаларыңды қолдап, каналымның дамуына көмек көрсетсеңіздер болады. Өз пікірлеріңізді жазыңыздар. Қандай жақсы рецептеріңіз болса бөлісіп отырыңыздар. Сонымен тамағымыз дайын болды. Немерем маған көмектесіп жатыр. Украшать етіп, укроп, петрушка салып бетіне. Көмекшім менің. Сонымен ас болсын. Астарыңыз дәмді болсын.